Мына ғимараттың басшылары шығыңыз деп айтты да. Өйткені біраз адамдар телефонмен сөйлесіп жатыр екен. Соны айтыңызшы деп, телефон сөйлеспесін деп. Мен телефон десең нервім көтеріліп кетеді да негізі. Не ол телефон? Қойсаңыздаршы. Кішкентай бір жасар балаға дейін телефон ұстайтын болдық қой қазір. Ұйықтамай жатқан балаға телефон беріп ұйықтататын болдық. Дұрыс па? Не ол? Телефон деген вообще. Бізде біреудің күйеуіміз ғой енді. Телефонды тығып ұстайтын болдық та қазір. Секретный сообщение келіп қала ма деп. Көздеріміз сондай зоркы болып кеткен да қазір. Қатынымызға көрсетпей оқып қоя беретін болғанбыз. Еще қалтамызда тұрып сообщение жаза беретін болғанбыз. Тоқ кетпіз. Күлме, күлмеңдер. Өздер тағы күліп отыр ғой тағы да. Мынау, соны айтпай-ақ қояйын деп едім. Телефондарыңызды өшіріп қойсаңыздар дұрыс болар еді. Телефонды ұстайтын жер болады. Ұстамайтын жер болады. Мешітте ұстауға болмайды. Театрда ұстауға болмайды. Жиынста ұстауға болмайды. Ресторандарда ұстауға болмайды. Қалған уақытта ұстай беріңдер. Рахаттаныңдар. Баяғыда атамыз айтатын еді. Ей, ақыр заман болғанда бір көзді тажал шығады. Соған қарап отырасыңдар. Соның айтқанын істейсіңдер деп. Мен ойлайтын едім, бір дию, бірдеңе келіп біз бәріміз жұтатын шығар деп. Сөйтсем бұл телефон екен ғой. Бәріміз соған қарап отырамыз ғой қазір. Сол не айтса, соны міне. Тағы телефон ба? Ой, жоқ ой. Уақыт машинасы деп аталады. Кез келген ғасырға апарады. Қайғала, Анкара ма, Анталия ма, Айға ма? Қоя тұршы, түсіндірсін, не мұның? Телефон ба мұның тағы да? Телефон емес. Сұламай атсақ мынадан. Немене біле мұның? Кез келген ғасырға апарады. 12 сағат бойы сол жақта тұрамыз. 12 сағаттан кейін автоматтық түрде өзіміздің уақытқа келеміз. Көрдіңіз ба? Жапония шығарған. Бізге бола шығарды ма? Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап, 15 одақтасы республикаға шығарды. Біреуін лабораториядан ұрлап кеттім. Қой? Сонда мұна шегіндірсек бола ма? Болады, тура осы аймақта алсаңыз. Ха? Айтыңыз. Жапондан болады. Болады. Қақа барамыз. Қалай істесек, анау соғыс болмайды. Ойбай. Жоңғар. Ойбай, оны өзі кетеміз. Мұна қазақтың тарихы белгісіз ғой негізі. Бізсек қалай болады? Қайтек. Матриархат заманына барсақ. Мен соны вообще білмей жүрмін да, әйелдер билеген заман. Матриархат заманы. Барамыз. Қазақтарда не болған екен, көреміз ба? Көреміз көке. Дайынсыз ба? Өш жерде ма? Өш жерде ғана алсамыз. Көрейік кәнеке. Матриархат. 1, 2, 3, кеттік. Ойба, көрдіңіз ба? ана кегізде ұйықтаматқанға түсінде төмен құздан құлайсың ғой. Бір көтеріп түскендей болдық па, бір нәрсе болды. Тыңдаңыз. Осы жерде. Келе жатыр. Жабайлар ма? Ойба, баяғы матриархаттар қазақтар ғой. Дәл өзі. Ата-бабаларымыз ғой, солай ғой. Қырыздың кіші. Ана әйелі, Анау әйелі. мына екеудің күйеуі. Екі күйеуі бар ма? Дұрыс қой. Біз ана қазіргі бизнесмендер бар ғой, екі әйел алып жүрген. Тура сондай. Матриархат. Жұмыс дейді. Жұмыс істеп тұр.
Екеуі бар екен. 그러냐? Үй тұрғызамыз деп отыр ма? үй соғамыз дейді көке. Үй соғамыз деп қояды. Ой, үңгірден шығып жатыр, үңгірден шығып жатыр. Бейшаралар, бейшаралар. 그냐? 루벤 өрбен дейді көке. Откос! Откос! Ой, бұрмай, орысша сөз сол кезде бар екен. Бәсе. 좋아. Тастары бар екен. Ана қарасайшы көке. Ол кім ол? 어그지. Тоқал күйбе. Ана соғал ма? 이제 뭐가 Ойбай, қызғанды мынау. Ей, сауап, мінез. Екеуі бар бұнда. 등에? Тоқал күйеуі ма? Тоқал күйбе қарасайшы. 샤르와. Шаруа. Gele, gele. Hey! Şarua! Ой. Yatsınlar. Hey! Gele, tabii! Tabii! Ойбай. Қызғанып атыр. Ойбай, о, сорлы. Ойбай, о, ятсыз. Ой, қызғанып атыр. Йо-майо деген сөз қаяқтан шықты десем, сол кезде көкелерімізден шыққан екен ғой. Şarua! Екі бай бар да, арза. 그거는 뜨거나. Sami! Ойбай. Şarua kişi anao. 이거 아멘이 샤르와 그건 하나오 그냥 말라 샤르와 민가산 Ойбай! Мә керек. 너만의 아버나. шамас. Ой, ұры бір. Бәсе біз нақ қатындарымызда қорқақ десек, Күшік кезімізде талап тастаған екен ғой көке. қақтырсаң ұлдар. Ойбай, ананы қараңыз. Оппа! Әй, қызғанды ғой. Ойбай. Ана өлтіріп. Mira, mamá cuela. Min 샤르와 가산. 그니까. 진, 저. Ойбай! Ойбай. Ойбай көке. 그한테가 자, 뭐냐면 복권. 슈가. 너만의 맛을. Ойбай, мынау келді. Оппа! Мына бәйбішесін алып келді ғона. Мына үш бай бар екен ғой мұнан. 그러면은 그만아 тәртіп. Тәртіп жоқ қой бұларда. Тәртіп жоқ. Ай, ойбай. Әммәс. Ойбай. Ана ортасындағы тая жейтін болды. 그러면 으이 шаршадым. Шаршадың. Конечно, шаршайды. Үш байы бар. Біздің қатындар бізден өзі шаршап жүрген. Үш байы бар. Конечно, шаршайды. 그러나 бөлек тұрасыңдар деп. Бөлек дейді? Үшеуін бөлек қоймақшы ғой. Қа дейді. Мына қасқа бас қа екен ғой. үлкен отау. Үлкен отау ғой. 괜찮. 그러면 За дейді. Завон. отау. 오토 TV. Ақтық қой. Ойбай, дельтоник бота қойды ма, ерең басын. 그러나 그래. кіші отау. 시터. Кіші отау болады. Үшеуін үш отау болды ғой.
Немеде? Жұмыс. Жұмыс істеңдер деп отыр. Үйлерін соқпашы болды. Молодец. Тұра тұр. Тұр. Ананың аты қа. Ананың аты аз. Ананың аты ақ. Қосқанда не болады бұл? Қазақ болды ғой. Қазақ қой мұнар. Бәрекелді. Бізді қашан кім 300-ге бөлді десем, қатындар бөлген екен ғой. Анау қа ұлы жүз. Анау қа ұлы жүз. Анау за орта жүз. Ақ кіші жүз. Сорлар. Бәрекелді. Ойбай, көк анан қараңыз. Орта жүз қобыз тартып жатыр ма? Не істеп отыр? Та-та-та, хей! Та-та-та, хей! Жұмыс істемейді бұлар. Жұмыс істейді. Жұмыс істейді бұлар. Атасын басы жұмыс істейді бұлар. Ойбай, ана қара. Ортаны қара, ортаны. Ойбай. Угала. Бабай. Жұмыс. Ойбай, ана қара. Ой, ас. Хей! Күнділі бара? Күтінделі бала. Бабай. Жұмыс. Сорлар. Анан қараңыз. Ойбай, екеу тұртты. Күмілі! Екі бабай! Ойбай, Сен мақсат бері қара. Біз нағып 300-ге бөлініп бар, тағым артымызды шықйды десек, осыдан қалған екен ғой. Бір-біріміздің артын шығып, жұмыс істемейміз, сөйт. Бәрекелді, рахмет. Ай, молодец. Ор, жұмыс істесін, молодец. Кішкенде әйелге әлдерге. Мамагөла! Ай, молодец. Мамагөла! Осында бір қатын керек бізге негіз. Ашылан жүрсін. Үлкен. Қарамана. Абет деді. Абет. Көрәбәнді. Аңға шықпа. Қызық басталады. Бөбе. Keşiği tohum oldu onlar. Keşiği tohum oldu. Мейді өлтіреді деген көке. Бегамот! Кәні бегамот! Жоқ қой. Бегамот көке. Ой, мыналар. Ей! Бұ, аю жоқ. Бұ, тал, қара тал. Ей, баба. Ей, істеп отыр мұндар. Не мол көке. Бір нәрсе істеп отыр ғой. Ага. Сен басын қарамасай мен. Көке, анау сіз көріп қуам кетті, танисыз ба? Ананы айналдыр, кейін. Атаңын мына жерде аналардың қасында кетіп қалатын болдық қой еді. Тез қайттан келтір. Ойбай, көке. Бір нәрсе айтсам ұрыспайсыз ба? Не? Мына пульттің батарея өліп қапты көке. Без нағып сондай бір китайский бай. Не істеймін де бұлар? Жейтін болды ғой еді. Жоқ көке, қараңыз. 5 сағат қалыпты. 5 сағаттан кейін автоматтық түрде қайтып ауысамыз. Бір нәрсе уақыт өлтірейік. Анекдот айтсаңыз, анекдот. Балалы. Неле? Анекдот. Мынау ішқым тыңдамай жатыр ғой мені. Сәлем.
Көрімі. Сұлу. Сұлу. Сені сұлу деп Мен сұлу дейді, көке көрдіңіз ба? Мына сұлу. Мына бетінен ұр бақытсыз болып қалам. Көрімі. Көрімі. Төртінші. Төртінші болады бұл, төртінші. Шаруа бітті. Төртінші. Болады. Енді шыда. Төртінші. Мен болмайды. Мен қартайған адам, шашым жоқ. Тұмау. Өткім теремін. Иә, сондай. Құда? Рахмет. Құда дегендерге рахмет. Рахмет. Мені құдағым сені деп. Рахмет. Түсінбейсің ба? Ой, спасибо. Я бәрі түсінді тұрмын ғой. Сен ки вере можешь. Merci beaucoup. Қытайша дейін ба? Қытайша айтсаңыз, иә. Шеше. Көвәді! Шешеден бұқтыма! Ойбай, көке, сіз дұрыс түсінбепсіз. Құданың алдына мал сояйын деп жатырған жоқ. Сізді сояйын деп жатыр, көке. Мені ма? Иә. Орта жүз. Орта жүз. Қоңырат. Тусхан. Тұсқан жоқ, жетіммін. Жеттер. Жүсіп. Бабай. О, бабай! Көке қалсаңыз! Не айтса, сон. Міне. Тағы телефон ба? Ой, жоқ ой. Уақыт машинасы деп аталады. Кез келген ғасырға апарады. Қайғала, Анкара ма, Анталия ма, Айға ма. Қоя тұршы, түсіндірсін. Не мұның? Телефон ба мұның тағы да? Телефон емес. Сұламай атсақ мынадан. Немене біле мұның? Кез келген ғасырға апарады. 12 сағат бойы сол жақта тұрамыз. 12 сағаттан кейін автоматтық түрде өзіміздің уақытта келеміз. Көрдіңіз ба? Жапония шығарған. Бізге бола шығарды ма? Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап, 15 одақтасы республикаға шығарды. Біреуін лабораториядан ұрлап кеттім. Ой? Сонда мұна шегіндірсек бола ма? Болады, тура осы аймақта алсаңыз. Ба? Айтыңыз. Жапондан болады. Болады. Қайқа барамыз? Қалай істесек, анау соғыс болмайды, Ойбай. жоңғар. Ойбай, оны өзі Ол жақта кетеміз. бекет қасақ па? Мұна қазақтың тарихы белгісіз ғой негізі. Бізсек қалай болады? Қайтек. Матриархат заманына барсақ. Мен соны вообще білмей жүрмін да, әйелдер билеген заман. Матриархат заманы. Барамыз. Қазақтарда не болған екен, көреміз ба? Көреміз, көке. Дайынсыз ба? Осы жерде ма? Осы жерде ғана алсамыз. Көрейік кәнекей. Матриархат. 1, 2, 3. Кеттік. Ойбай. Көрдіңіз ба? Анау, кегізде ұйықтаматқанда түсінде төмен құздан құлайсың ғой. Я бір көтеріп түскендей болдық па, бір нәрсе болды. Тыңдаңыз. Осы жерде. Келе жатыр. Жұбайлар ма? Ойба, баяғы матриархаттағы қазақтар ғой. Дәл өзі. Ата-бабаларымыз ғой, Солай ғой. Қырыздың кіші. Ана әйелі, Анау әйелі. мына екеудің Күйеуі. екі күйеуі бар ма? Дұрыс қой. Біз ана қазіргі бизнесмендер бар ғой, екі әйел алып жүрген. Тура сондай. Матриархат. Жұмыс. Жұмыс дейді. Екі күйеуі жұмыс істеп отыр.
Екеуі бар екен. Abi. Ulan. 그러냐? Uy. Үй тұрғызамыз деп отыр ма? үй соғамыз дейді көке. Үй соғамыз деп қояды. Ой, өңгірден шығып жатыр, өңгірден шығып жатыр. Бейшаралар, бейшаралар. 그러냐? 루벤 өрбен дейді көке. Atkos. Su. Ой, бұрмай, орысша сөз сол кезде бар екен. Бәсе. 좋아 Өлі, тастары бар екен. ана қарасайшы көке. Ол кім ол? 어그 좋아 тоқал күйбе. Gece. Ана соқал ма? Ойбай, қызғанды мынау. Ей, сауап, мінез. Екеуі бар бұнда. 누구? Тоқал күйеуі ма? тоқал күйбе қарасайшы. 샤루아 Шаруа. Gele. Hey. Şarua. ойбай мынау келді. Апа. Мына бәйбішесін алып келді ғонам. Мына үш бай бар екен ғой мұнан. 그러면은 그만아 타뜻 Тәртіп жоқ қой бұларда. Тәртіп жоқ. Ай, ойбай. Әммәс. ойбай. Ана ортасындағы тая жейтін болды. 그러면 шаршадым Шаршадың. Конечно шаршайды. Үш байы бар. Біздің қатындар бізден өзі шаршап жүрген. Үш байы бар. Конечно шаршайды. 그러나 Бөлек тұрасыңдар деп. бөлек дейді. Үшеуін бөлек қоймақшы ғой. Қа дейді. Қа. Ол мына қасқа бас қа екен ғой. үлкен отау Үлкен отау ғой. Kento. 그러면 За дейді анау. Завон. орта отау Орта отау. Otau TV. Ойбай, дельтоник бота қойды ма ерең басын. 그러나 Öyle. кіші отау Şito. Кіші отау болады. Шыто. Үшеуін үш отау болады ғой. 그러면 жұмас Жұмыс істеңдер деп отыр. Үйлерін соқпашы ғой. Тұра тұр. мынау Тұра тұр. Ананың аты қа. Ананың аты аз. Ананың аты ақ. Қосқанда не болады бұл? қазақ болды ғой. Қазақ қой мұнар. мынау Бәрекелді. Бізді қашан кім 300-ге бөлді десем, ойбай. қызғанып атыр. Ойбай, сорлы. Ойбай, ұятсыз. Ой, қызғанып атыр. Ё-моё деген сөз қаяқтан шықты десем, сол кезде көкелерімізден шыққан екен ғой. Şarua. Екі бай бар да, арза. Zami. ойбай. Şarua kişi anav. 이거 아멘이 샤르와 그건 하나우 뜨거만 샤르와 민가산 물바 жұмас Ой, ұры бір. Бәсе біз нақ қатындарымызда қорқақ десек,
Күшік кезімізде талапсыға деген ғой көке. Тапқырсаң ұлдар. Ойбайдан қараңыз. Оппа! Қызғанды. Ойбай. Аны өлтіріп. Öyle. Mama gola. Mama gola. Mama gola. Mama gola. Mama gola. Ben sarı kaşın. Kınıga. Sen. Çok. Ойбай! Ойбай! Мына ғимараттың басшылары шығыңыз деп айтты да. Өйткені біраз адамдар телефонмен сөйлесіп жатыр екен. Соны айтыңызшы деп, телефон сөйлеспесін деп. Мен телефон десең нервім көтеріліп кетеді да негізі. Не ол телефон? Қойсаңыздаршы. Кішкентай бір жасар балаға дейін телефон ұстайтын болдық қой қазір. Ұйықтамай жатқан балаға телефон беріп ұйықтататын болдық. Дұрыс па? Не ол? Телефон деген вообще. Бізде біреудің күйеуіміз ғой енді. Телефонды тығып ұстайтын болдық та қазір. Секретный сообщение келіп қала ма деп. Көздеріміз сондай зоркы болып кеткен де қазір. Қатынымызға көрсетпей оқып қоя беретін болғанбыз. Еще қалтамызда тұрып сообщение жаза беретін болғанбыз. Çok кетпіз. Күлме, күлмеңдер. Өздер тағы күліп отыр ғой тағы да. Мынау, соны айтпай-ақ қояйын деп едім. Телефондарыңызды өшіріп қойсаңыздар дұрыс болар еді. Телефонды ұстайтын жер болады. Ұстамайтын жер болады. Мешітте ұстауға болмайды. Театрда ұстауға болмайды. Жиынста ұстауға болмайды. Ресторандарда ұстауға болмайды. Қалған уақытта ұстай беріңдер. Рахаттаныңдар. Баяғыда атамыз айтатын еді. Ей, ақыр заман болғанда бір көзді тажал шығады. Соған қарап отырасыңдар. Соның айтқанын істейсіңдер деп. Мен ойлайтын едім, бір дию, бірдеңе келіп біз бәріміз жұтатын шығар деп. Сөйтсем бұл телефон екен ғой. Бәріміз соған қарап отырамыз ғой қазір. Сол